Армысыздар, қадірменді көрермен қауым, сіздер Аграрлық несие корпорациясының YouTube арнасын тамашалап отырсыздар. Өздеріңізбен бірге желіде жүздеспегелі біраз уақыт болды. Сондықтан бүгін сол олқылықтың орнын толтырғалы отырмыз. Ендеше бүгінгі қонағымызды таныстыруға рұқсат етіңіздер. Нұрболат шаруа қожалығының жетекшісі Кенжеәлі Мұғалбаев ағамыз бүгін бізде қонақта. Кенжеке, студиямызға қош келдіңіз. Ассалаумағалейкум. Енді әңгіменің басында өзіңіздің шаруашылығыңыз жайлы айтып кетсеңіз, бұл енді біздің дәстүрлі сұрағымыз. Реті келсе, кейін бір сіздің қожалыққа барып, бәрін көзімізбен көре жатармыз. Енді алдымен, сондықтан көрермендерімізге түсінікті болу үшін немен айналысасыз, қашаннан бері айналысасыз, содан бастайық әңгімемізді. Менің есімім Мұғалбаев Кенжеәлі Есіргепұлы, Қазақстан Республикасы Түркістан облысы, Бәйдібек ауданы, Жеңім ауылының тумасымын. Осы шаруашылықпен айналысып кеткеніміз әкеміз 1991 жылдан бері айналысып келеді. Кейін өзім 11 ағайындымын. Мұғалбаев Нұрболат Есіргепұлы деген ағам бар. Сол кісі әкем дүниеден қайтқаннан кейін шаруашылық жалғастырды 2008-ден. Содан шаруашылықта бір қиындықтар туындағаннан кейін мен сол кісінің қасына оқу бітіріп келіп, қасына көмекші болып, жетекші болып, осы Нұрболат шаруа қожалығын жүргізе бастадық. Ол 2008-де әкеміз дүниеден шаруашылықта 100 гектар жер болды. Мен сол шаруашылыққа айналыса келе, қазіргі таңда 4000 гектар жер бар. 4000 басының үстінде мал бар. Жұмыла көтерген жүк жеңілдеді, ағам екеуміз бірлесе жұмыс істеп, мен 2008-де уже мен жұмысқа араласқаннан кейін 2010 жылдары жайлап уже парудаға жұмыс істей бастадым. 2008-де бастадық, 2010-да уже қызығушылық артты. Мен 2012 жылы ол кезде жағдай уже жоқ кез. Қазақтың қара қылыш қойлары, сонымен айттым, аға, жеңілдетілген кредит беріп жатыр аудандарда. Сөйлесек те, сертификатын оқиық деп сертификатын қаржы қолбайлау болып тұр ғой шаруада. Ақшаның ыңғай болмай жатыр да. Идея бар бірақ. Сен агрокредит корпорациядан барып, 3 миллион теңге алып, бір апта ұйықтай алмай қалғанбыз, 3 миллион теңгені алдық. Сонымен барып өзіміз алған мақсатымыз қойға деп алғанбыз. Сонымен Бадам деген Ордабасы деген ауданнан жақсы бір қойлар алдым. Берекесімен келді. Ол кісінің де әкесі дүниеден өткеннен кейін, баласы Игерім айтқаннан кейін, малын сатқан бір берекелді қой болып келді сол ғой. Содан қызығушылық басталды. 2012-де уже қойларды асылдандырып, одан ана кредит алып, оны уақытылы төлеп жатқаннан кейін 2014 жылы уже 8 миллион көтерді ғана кредит. 8 миллион қалып, тағы да қой басын, аграрный кредит корпорацияның қой басын. Сол кезде 6% пен 7% еді по-моему. Таза 7% береді. Қазіргіде жаңағыдай 16% мемлекет төлейді. 6% ол енді агробизнес бағдарламасы ғой сіздің. Ол кезде таза 6 десе 6, 7% сол кезде. Сөйтіп мал басын көбейттім. 1500 бас аналықты 700 басқа түсірдім да. Сөйтіп оны жаңағыдай асылдандырып, таза қой тұқымын айналысып, сонымен 2000 үлкен кісілердің барлығы жаңа Байсар деген қой тұқымында жұмыс істеп жатқан. Біз сол кезде қазақ қылыш қойына өзіміз Еділбай қошқар қойып, әкелеріміз жұмыс жасады бастап, біз оған деген қызығушылығын Гисар деген әдемі өзіңіз білесіз ғой. Гисар қошқарларды іздеп жүріп, Тәжікстаннан келген қошқарларды әкеп қойымызға қосып, соныменошым өзіміз сурет саласың ғой, мысалы ше, суретте қойларға қарай жұмыс істейтін болдық. Өзіміз мысалы бір қойдың әдемілігі керек пе, Гисар салдық. Гисар деген қойдың бойын биіктігі 90-95 сантиметр болады. Пәкене болады, бірақ жалпақ болады да, қылшық әдемі болады. Соны қойдық. Сонымен Қырғызстанның қазіргі таңда Арашан деген қой бар ғой. Уже Қырғызстанға қарай әрекет жасадық. Қырғыздан қошқарлар әкеліп жатып, ақша жетіспей қалды. 2015-те 12 миллион алдым одан кейін тағы да. Бәрін дұрыс бағытта жасадым. Ана бірінші алған кредитім жабылды 3 миллион теңге, 8 мен 12 миллион теңге қалды да. Үйреніп қалды дегенде кредит бірағаннан кейін, бірақ дұрыс жұмсалса жақсы болады. Уже қошқар қойға жұмсап алдық. Қырғызстаннан қошқа таси бастадық қой. Сонымен 2016 жылы Анвар Үстемов деген ағамызбен Қуаныш Мұхтаев деген ағамыз көрме ұйымдастырды. Содан Қырғыздан қонақтар шақырып, Өзбекстаннан, Қазақстаннан қонақтар шақырып, Алланың қалауымен бір дастархандасып болдық та. Өзім ұйымдастырушы қабілетім өте жоғары мен негізі. Универде жүргенде дебатермін, қандай жарыстар болса да жүлдеме оралып келетін азаматтың бірін. Өзім сол кісілермен тіл табысып кеттім да.
сөйтіп бірге араласып, одан кейін бірге Қырғыз еліне, Тәжікстан, Өзбекстан, Молдова, Түркменстан, Турция бәріне уже осы мал шаруашылығы бойынша барып жүрдік. Уже қойларымыз баста 25 келе шығатын қойлардың, қазір еті, қазір дәл қазір таңда 3,5-4 айлық қозыларымыз 25-30 келе шығады ше. Сол неге әкелдік та. Сонымен жүрдік та, ағам айтты, Қуаныш аға, жәндегі бәрін жерге бір мынау ол кісілер идея тастап отырған, бірімізді сөйлесеміз деп, мынау біздің өзіміздің пародамызды бұрында ата-бабаларымыз бастаған осы жұмысты, аяқсыз қалған жұмысты аяқтайық та. Неужели енді осынша азаматтар, тепсе темір үзетін жігіттердің барлығы, мендегі кәсіпкерлер бар арамызда, хобби қылып жүрген азаматтарымыз бар. Сонымен Қуаныш Мұхтай ағамыз бастады осы Байсары қой тұқымы шығуының негізін қалаушы азамат тұлға. Сол кісінің атынан 13 авторымыз тағы да еріп, бірлесіп жұмыс істеп, жаңағыда қанның талдамасын алдырып, оны Ресейге жіберіп, Ресейден оның результатын алдырып, соны Америкаға жіберіп, Америкадан жаңағыдегі тура осы қойға сәйкес басқа да елде қой бар ма екен деген жаңағыда талдамамен ояқ ешқандай қойға сәйкес келмейді. Бұл единный қой, таза жаңа порода деп бізге письмо жіберіп, оны қайтып Россияға алдырып, Россия полный дәлелдеп, бұл ешқандай жерде осыған ұқсайтын қан жоқ, осыған ұқсайтын қой жоқ деген қан талдамасымен Қазақстанға хат жолдады. Яғни халықаралық деңгейде мойындалып отыр. Халықаралық деңгейде патент алдық. Содан кейін оны әкеліп, жаңа Қарашөкеевке кірдім деп жатқанымыз ғой. Сонымен біздің тура сол кезде басқарма басшыларының бәрі ауысқанда байланысты біздің жұмысымыз сәл тоқтап қалды да. Сонымен біздің Қарашөкеев, Ербол Қарашөкеев ағамыз осы жерде министр болып отқан кезде Қуаныш Мұхтай ағамыз екеуміз келіп, сол кісінің алдынан өтіп, бізге бір жәрдеміңізді беріңіз. Байсары деген жаңадан Қазақстанның ең соңғы қой тұқымы, қанша адам еңбегі, қанша адам тері бар қой тұқым, өзіміздің Еділбай деген бренд қой деп өтініш жасап, сонымен Алланың қалауымен сол кісі қолдады ғой. Сөйтіп сразу ғылыми орталыққа хабарласып, біздің баратынымызды айтып, ол жақта ғылыми орталық басшысы барғаннан кейін жылы лебізбен қарсы алып, ары қарай жұмысымызды өзінің Наржан, Жұмагелдиев Наржан деген ағамыз бар, Аман Қарымбаев деген ағамыз екеуі академик, доктор науктар, осы қойды палатадан қорғап жатқан кісілер жәндегі. Сөйтті де осы қойды уже баринтировка жасады ғой кейін. Баринтировка жасап, қойдың жәндегі сәйкестігіне, несіне 7-8 облыстан қанша порода шығарған азаматтар келді, қойды көзбен көріп, дәлелдеп, соған сондай жаңа порода бар екен, Еділбай қойдан қандай айырмашылығы, Қаракөлден қандай айырмашылығы, Мирностан қандай айырмашылығы екен, бәрін көзімен көріп, енді бұндай қанша қой тұқымын шығарып жатыр, қанша сиыр шығарып жатыр, бірақ андай үлкен қой біз көрген жоқпыз дейді да. Үлкен қой, ол жерде бір қойдың бір құлағын турлау үшін 3 жыл уақыт кетеді, жүнін турлау үшін 4 жыл уақыт кетеді. Әдемілік оның бәрі будандастыру арқылы шығатын нәрселер де бұлар ше. Сөйтіп Алланың қалауымен келіп осылай көріп кетті де 2023-тің декабрь айында патент алдық. Алланың қалауымен сол қойды шығарып жүрген авторымыз қазір таңда. Бәрекелді. Бүгін міне Алланың қалауымен 14 қараша ауыл шаруашылығының еңбекшілер күніне орай міне 2-ші форум өтті. Қасым-Жомарт Тоқаев Кемелұлы өзі жаңа бағдарламасында айтты ғой, біз ауыл шаруашылығы мақсатын көтереміз, ауыл шаруашылықтарға біз өте бүкіл көңілді бөлеміз, дамытамыз деді. Аллаға шүкір, қазір 4-5 жылдан бері барлық нәрселер ауыл шаруашылығы мақсатында жұмсалып жатыр. Жұмыс істеймін деген адамға 5%-бен де ақшасын беріп жатыр. Мысалы, мен де кеше техника алдым, 30%-лық лизингпен, 5%-бен бардым, бір аптаның ішінде құжаттарымды көрді. Қасым-Жомарт Тоқаев Кемелұлы қадағалауымен осы ауыл шаруашылығы мақсатындағы бүкіл жұмыстарында жүріп жатыр ғой негізінде. Тамаша. Енді жаңа айтып отырсыз, халықаралық деңгейде мойындалып, жаңа тиісті құжаттардың барлығын алып жатқан көрінесіздер. Керемет жұмыс. Енді шынымен ол селекция деген оңай емес, оны барлығымыз білеміз. Тіптен осы бағытта мәселеме қарағандта жаңағы жылқымен айналысатын өздеріңіздің әріптестеріңізді біліп, ол кісілер кәдімгідей Ресейден, жан-жақтан академик ғалымдарды шақырып, осы тұрақты түрде, кешенді түрде осы жұмысты жүргізіп келе жатыр. Бірақ ол кісілер менің білуімше 20 жылдың үстінде жаңағы жылқының салмағын көтеруге әрекеттенді. Яғни ол өзіңіз айтпақшы өте
баяу жүретін жұмыс. Ал енді өзіңіз айтып отырсыз, жаңағы Байсары қой тұқымы, ол жаңадан шыққан тұқым. Еділбай болсын, Меринос болсын, жаңағы Қаракөл болсын, тіптен мына өзіміздің өзбек ағайындарын, жаңағы Гисар дейміз, тәжік ағайындар, қырғыз, әрқайсысы өзінің жеке-жеке тұқымдарымен, породаларымен мақтана алады. Енді алдағы уақытта осы Байсарыны жаңа халықаралық деңгейде анда-мында шығаруға, яғни қазақтың белгілі бір бренді ретінде, қазақ малының, қазақ қойының бренді ретінде, көрсеткіш ретінде ұсына алатындай күн қашан туады? Енді тура әдемі сұрақ қойдыңыз. Қазіргі таңда бүкіл ел осы қой тұқымына қызығып отыр. Осы 2 қараша күні Қуаныш Мұқтаев ағамыз екеумізге Российский агропримечление дейді ғой. Содан федерациядан жаңа қой тұқымын шығарған авторларға золотой осендерінен өздерінің алтын медаль, осы біздің жаңа қой тұқымға қатты қызығушылық істеп жатқан мемлекеттер өте көп. Алла қаласа келесі жылғы жоспар, биыл 5 сәуір күні 2000 адамға 12 елден адам келіп осы презентациясын істегенбіз. Осы Байсары қой тұқымын жазда болды. Сәуір айында Түркістанда 2000 адам болды. Шетелден 300-дей, 400-дей қонақ келді, 12 мемлекет адамдар келді. Байсары не екен, Байсарының қандай қой екен көздерімен көріп, қанша сұраныстар болып отыр. Аллаға шүкір. Біз енді жаңа қой тұқым болғанымен қазіргі таңда Қазақстанда 7500 бастай бар. Жалпы саны, жалпы саны 5000 тұғын аз екен, аздау екен. 5000 тұғын 7,5-ға көтерілді биыл. Құдай қаласа енді 2023-те шыққан қой тұқым ғой. Енді осымен қазір не деген, қазір Жамбыл облысы, Алматы облысы, Түркістан облысы өте қатты жұмыс жасап жатыр. Алла қаласа бүкіл елге танымал етуге бар күшімізді саламыз. Неге десеңіз, осы қойды біз қасында жүріп, басында жүріп, бүкіл ақшамызды, бүкіл қаржымызды, бүкіл терімізді салып, біз осы қойды осы дәрежеге жеткенімізді біз бір жерден біреуді басқарып тұрып қойды әкеліп анаяқтан сыртынан алу деген адамдар емес. Барлығымыз қойдың ішінде бір Алла, мына қойда береке бар дейді. Міне бүгін президенттің алдында отырып, бүгін тамашалап отыр ғой, бір Алла деген осы қойдың арқасында өте керемет. Қазір оны бүкіл әлемге дамытамыз дегенбіз. Қазір барлық жерде бағдарлама, барлық телевидениелер жұмыс жасап жатыр. Интернет желісі қазір дамыған заман, өзіңіз білесіз, олар жұмыс жасап жатыр. Енді кеше мен жаңағыдай өзіміздің ученый кісілеріміз бар, доктор, академик кісілерге өтініш жасадым. Осы Байсары қой тұқымы бойынша кітап шығарайық. Қанша дана шығару керек болса, біз өзіміз спонсор етеміз, ақшасын төлейміз. Осы қазір интернетте уже субсидия беріліп жатыр бұған. Уже неге кірді? ЯС бағдарламасында кірді қазір. Уже қазір порода таңдағанда ең соңғы қой тұқым Байсары деп шығып тұрды астынан. Оған енгізіп алдық, Аллаға шүкір. Енді шетелге шығару мақсатын, бүкіл шетте соғыс дағдарысынан кейін қойларды ештеңе шығармай жатыр. Ертең бәрі тынышталса, бүкіл елге оған жүр, бізде уже дамып үлгереміз да. Жұмыс жасалып жатыр, қазір селекция жүріп жатыр. Неге бұл Қазақстан бүкіл елге осы Байсарыны бренд қылуға өз күшімізді саламыз. Өзіміз автор болғаннан кейін өзіміз үшін қызмет жасаймыз. Енді қазіргі жоспарым кеше ол кісіге айттым. Көктемде 15 елді қазір бізге қызығушылық жасап жатыр деді, конференция өтсек деп. Сол 15 елді шақырыңыздар, бізбен ақылдасайық, қалай жоспар құрамыз, не қажет, не керек, сол қызығушылық оғаша бір 30 ел болатын жер, бәрін шақырыңыздар. Біз негізі өзіміз жұмыс істеп қалған адамбыз да, негізі өзіміз ақша қалтадан төлеп келсін, бар нәрсені жағдай жасап береміз, көрсін қойды. Сол Байсары деген қой тұқымы, жаңа қой тұқымы екенін осылар мойындай ма? Сөйлем мойындаса нұр үстінде нұр. Бізге барлық бағыт бағдарды айтыңыз, біз жұмыс жасаймыз деп, қай күні өзіміздің осы жерде 13-14 авторлар тұрып, жиналып, ақылдасып, келесі жылы жақсы жаңалықтар болып қалады негізінде. Даму үстінде ғой, енді бұл кішкентай енді басталған жоба болған екен. Бұл жобаның бүкіл әлемдік рейтингте орын алу үшін біраз жылдар керек қой негізі. Бірақ оған ерінбей еңбек етеміз, Аллаға шүкір. Кенжеке, енді мына студияның ішінде отырып қой туралы, шаруашылық туралы айту кішкене қиындау. Дегенмен енді бұл бастамасы ғой бұл әңгімеде, иә? Сондықтан мына Байсары тұқымының өзге тұқымдардан негізгі айырмашылығы, жаңа сіз сөз басында айтып кеттіңіз, салмағы деп, иә? Одан өзге мысалы, мен де әлеуметтік желілерден көріп жүрем, оқтын, яғни тегенедей құйрығы, мысалы жаңағы сүбе көрінбейді деген сияқты, басты үлкен екен. Өзге де қандай айырмашылықтар бар?
артықшылықтар деп айтайықшы. Біз бұл саланың негізі хобби есебінде бастаған жұмыстың негізінде әр адамда қызығушылық нәрсе болады. Қайсы адам неге қызығатын болса, біреу балыққа қызығады, біреу охотаға қызығады, біреу көкпарға, бірақ өзіме қуанатыным осы мал шаруашылығына қызығатыныма қуанамын да. Өйткені ештеңені өлтірмейсің. Көз алдында сойсаң тамақ болады, сатсаң ақша болады. Мысалда ше, көкпаршы болсаң кетесің, ел аралап, жер аралап мысалда ше. Одан кейін бұл қой шаруашылығы жүрген ағаларымыз өте сабырлы кісілер. Өте спокойно. Шыдам керек дейсіз. Шыдам. Енді бұл басқа ойға өте керемет сұрақ қойдыңыз. Бұл өте тез өседі. Бірінші. Одан кейін туғаннан кейін бұл породан туады, 10 минут, 15 минуттан кейін баласы қасына еріп кете береді. Одан кейін 7 келемен 9-10 келеге шейін туады. Крупный туады оғызлар. Одан кейін төзімді. Ысыққа, суыққа, одан кейін құйрық көтеріңкі. Еділбайларды білесіз ба сіз? Құйрығына табурет байлап қойды, білесіз ба? Олар уже құйрық қатты дәу болған кезде жан-жағын бар вазанатта құрттайды, жара болады да. Сол мақсатта өзі жүріп жайылатын қой негізінде. Бұл қолға қарамайды. Сол үшін біз құйрығын жоғары алып, оны тәжіктің қойларын басынан соған қойғанбыз дейді, көтеретінге. Ал ауған қошқарларды біз бойын өсіру үшін қойғанбыз. Ал арашан қошқарларды жалпақ қылу үшін қойғанбыз. Құлағын өсіру үшін қойғанбыз. Оның барлығы селекциямен жүретін нәрселер. Бір қойдың бір жерін ұнаса 3-4 жыл сонымен жұмыс жасаймыз біз. Цветіне жұмыс жасаймыз. Одан кейін өзіңіз білесіз ғой, енді баяғыда қой сойған кезде ең дәу қой 20 келе мен 25 келе арасында болады ғой. Мысалда қазір сауықтарымыз 70-80 келе шығады. Қошқарлар 1,5-2 жасында 100 келеге шығып барады. 2 жастан кейін 130-140 келеге шығыр. Қазір бұл Қуаныш Мақтабаев ағамыздың миллион атты қошқары 231 келемен гиннестік кітабына еніп тұр қазір. Азияда нөмір 1 болып тұр, СНГ-да нөмір 1 болып тұр. Өте крупный, үлкен, одан кейін көп қолық үшін талап етпейді ғой. Мысалы, жаңағыдай салмаққа жетсе де 500 баста қой бағасында простой қойда қойшыға 300 мың айлық бересің, сол тамақ бересің, сол 1000 пресс түсіресің, 50 тонна жем түсіресің. Мынанда 500 бас бағасында ол да осы тамақ жейді. Бірақ бұда ет қанша 10 есе көп болады. Сол жағынан мысалы биыл 3,5-4 айлық қозыларын 26 келеден берді. Ол өте жақсы көрсеткіш негізінде. Қазір тұр 8 айлық қозыларын 140-150 кило, 130 кило осы живой весте тұр да. Ол жылдан жылға уже үлкейіп кетіп бара жатады. Ол селекция жүрген сайын, ол да қазақтың қаны сияқты ғой, өзіне жақын қанда. Жақындатпасаң, порода жақсы бола береді негізі. Уже өзің қан жақындаған сайын майланады ол. Сол кезде біз шеттен қошқар келіп бір қосып алып, қайтып крупнеп кете береміз. Ол селекцияның бір түрі болып саналады ол негізі. Еті қандай, дәмі қандай болады екен? Еті зор болып, бір жейміз жақсылап алады. Бұйыртса дейсіз. Ол еті көп болады оның. Сүйегі аз болады негізі. Крупный болғаннан кейін, дәу болғаннан кейін еті мрамор сияқты болады, көп болады. Құйрық шілей қатты дәу болмайды оның. Жаңағы майдан көрінбей жүрекке тиетін дейміз. Жоқ, бұда сүбеге жақсы жинайды бұл. Өйткені құйрығы жоғары қой болғаннан кейін сүбеге. Құйрық қатты түсіп кететін қойлардың қабырғасы толу қиын болады негізінде. Былай қойға қарағанда да біз екі бағытта жұмыс істейміз ғой. Мысалы мен 1000 қозы алсам, 1000 қозының 400 қозысы порода кетеді да, 600 қозысы етке кетеді. Мен ет жағынан да тұрмаймын да оны ше. Алманы жақсы салмақ шығады. Порода жағынан да тұрмаймын да. Екі қайсысы тура екі жақ жұмыс істей береміз біз. Ал жүн бір андай түрі келіспеген қойға адамдар желание болмайды негізі. Енді сіздің балдарыңыздың қанша рет барып анау менде съемка қалған кездер болған, бір ғашық болды, өйткені адам қараса қарап тұра беретін қойлар да бар. Көз сүйсінеді дейсіз ғой. Көз сүйсінеді. Қошқарлардың бойлары 1 метр 10 сантиметрге шығар. Өте жақсы негізі бағытта келе жатырық негізінде. Енді қазір мынау бүгінгі форумда президентіміз өте жақсы бағдарлама айтты ғой. Ары қарай да осы қой шаруашылығын бірінші орынға қоямыз. Ауыл шаруашылығы мақсатында Қасым-Жомарт Тоқаев Кемелұлы бізге жәрдем беріп тұратын болса, біз жастар ерінбей еңбек етеміз. Алла қаласа, бұдан да мынау аграрный кредит корпорация 200 миллиондай ақша қалды ше. Алланың қалауымен бір 17 миллиондай қалды қазір. Бәрін дұрыс бағытта алып, дұрыс бағытта жұмсағаннан кейін мен шаруашылығымда қазір жақсы өзгерістер болды. Жақсы мал тұқымы болсын, жаңағыдай 4000 гектар жер, 4 қора, бір Алла деген осы мемлекеттің бағдарламаларының көмегімен негізі алға кетіп қалдық қой. Қазір біреудің ақша сұрасаң ішім ақша бермейді білесіз. Бір жақсы жер жаңағыдай біздің характеристикамыз мықты. Барамыз, шаруашылық тастаймыз, қарайды, керек суманы шығарады, залогты көреді. Сразу өте оңай тез жүріп өтті негізінде. Енді мен 2 жыл болды қазір кредит алмағаныма.
қазір одан да жақсы ау деймін, өйткені қазір электронды деген нәрселер бар. Ол кезде бізде электронды деген нәрсе жоқ, көп бумажный жүретін тұғын. Қазір бір кнопка басса бәрі шығатын сияқты негізінде. Иә. Жақсы. Заман соған өзі әкеп тұр ғой. Енді сіз қайта бүгінгі форумда айтып жатырсыз, мен болсам жаңағы қой туралы көбірек білгім келіп тұр. Форумда көп нәрсе айтылды. Мысалы, енді бұдан былай еліміз егіншіліктен мына мал шаруашылығына қарай ойысатыны туралы президенттің өзі айтқан болатын. Енді сіз бұл іске баяғыдан бері кірісіп кеттіңіз ғой. Сосын мына қой экспортына байланысты жаңағы мәселе көтерді ғой. Еліміз осыншама көлемде жаңағы сыртқа мына араб елдеріне қой экспорттап жатыр деп. Осы бағытта сіздер қазір қандай да бір жұмыстар жүргізіп жатырсыздар ма? Мысалы, Байсарының өзімен жаңағы шетелге танылуға, шетелге өнім өткізуге қандай да бір алға ілгерілушіліктер бар ма? Бізде енді қазір біздің қойды Байсар породный қойларды басқа қойларға салыстырғанда 50-100 теңге қымбат жүреді нарықта негізінде ше. Бірақ бізде қой қалмай қалады да, оның бәрі негізі бізге қатты өтсе, біз материнский жағынша маточный поголовьені негізі сата беруге болмайды. Қазір бізде сұраныс өте көп болып тұр. Бойнялардың өзі, қой соятын орталықтардың өздері келіп үйіме де көріп жүр да, мысалы. Біз бірақ өзіміздің ортада үйіміз, айтамыз я қатты породный жақсы тұқым қойларды шетке шығармауға әрекет жасайық. Ертең бұдан соя берсең ақшасына қызығып ала берсең, ертең бізде мал басы азайып кетеді. Сондықтан жаңағыдай өздерінен браковать етесің қойды. Сондай сатып қалғанына басқа жұмыстармен әрекет жасайық деп, мүмкіндігінше қазіргі жастар қызығушылық өте көп болып отыр бізде. Соларға сатып тірідей өзіміздің елде дамыған жақсы деп біз негізі бағыт бағдар беріп жатырмыз. Осы 2 жылдан бері экспорт жайында жақсы жұмыстар жүріп жатыр ғой. Шаруалардың жағдайы жақсы көтеріліп жатыр да, негізі Аллаға шүкір де болды. Өз елде болса шаға конкуренция болмаса, мысалы, еттің бағасы көтерілмесе шаруалар қалай істейді мысалы да. Қазір ол жерде қойшылық деген жетіспейді. Дәрі-дәрмегі бар оның. Одан экологияға байланысты баяғыда қой ауру деген білмейді. Қазір аурудың бар жердің бетінде. Бір емдеудің өзінде 400-500 мың ақша кетеді. Мысалы, экспорттан негізі жақсы нәрсе. Енді біз осы салаға қанша еңбекпен келіп жатыр қой. Тоқтамай жұмыс істейміз одақ негізінде, Алла қаласа. Енді өзіміз бойын цехтар соғып, өзіміз экспортқа, может, өзімізді өндіретін бір, енді қазір бүгінгі президенттің кездесуінен маған басқаша ойлар келді же. Соны өзіміздің қойымыз. Көп нәрсеге көзім ашылды дейсіз. Көзі ол өйткені жүрсең көреді екенсің бар нәрсенше. Неге өзіміз сияқты адамды жаңағыдай құрмет ордендерін алып жатқан кезде неге өзіміз елге жұмыс істейміз? Біз барамыз, дайын қойды апарып соямыз, ақшамызды аламыз да кетеміз да. Оны қанша нәрсеге айналдырып, мысалы, тушенка шығарып, колбаса шығарып, соған жарайтын әртүрлі нәрселер шығарып, мысалы да ше, дамытып соны. Қазір 3,5 деген болса, сол 5 мың 6 мың болар екен да. Сондай бір өнеркәсіп ашу уже менде идеялар тұрып қазір ше. Жаңағыдай шыға салып өзіміздің бір ақылдасатын кеңес ағаларымыз сол ақылдасатын да. Мен баранды бір іс бастаймын деп отырмын да. Ол шаруашылықпен бірге дамитын іс бастаймын деп отырмын да. И Алла қаласа 2 жылдың ішінде осы награда алу керекпін да. Елге қызмет істеу керек те мен өзім. Ол 100-тен көреді екенсе, неге әйтпесе бізде не бар, неден аласың, 500 сойдан барасың да, неге бір 2 сағатта сойдырасың, ақшасын алып кете саласың. Соны өндіретін нәрселер ойлап табу керек тұрды, Алла қаласа. Қазір енді мемлекетте не деген жәрдемдер болып жатыр ғой, мысалы, бір кәсіп ашқанда, бір кәсіп жүрсең де, соған ықпал беріңдер, көмектесіңдер деп ше. Сондай идеялармен жұмыс істеу керек негізінде. Жаңа таңертең енді ерте жинады ғой форумға. Жаңағы кіреберісте кезекте тұрмын. Артында бір Баянауыл жақтың шаруалары сөйлесіп жатыр. Енді айтыстарына қарағанда сол әрі қарамен айналысады, сол біреу айтып отыр. Мына жерге келіп кезекте тұрған шаны осыншама малын жоғалып кетіпті. Соны іздеп жүргенін дұрыс еді дейді да, оған екіншісі айтады, ой қой қайта осы жерге, осындай жерге шығу керек, кішкене ел көру керек, жер көру керек, әйтпесе малдың соңында мал болып кетесің деп. Сөйтіп әңгімелесіп келіп, ана кісі айтып отыр да, дұрыс таңбаланбады ол малдар енді қазір табуда, тануда қиын болады оларды деп. Ана кісі айтып отыр, қазір сұйық азотпен таңбалау керек деп. Сол жаңағы жерде ана кісі сұйық азот туралы біліп естіп тұр да, енді былайша айтқанда өзіне жаңа бірдеме ашып тұр ғой. Сізді айтып отырсыз, одан бір фермерді көрдім, ол кісі картоп шаруашылығымен айналысады екен, не жақтан, Алматы облысы Райымбек ауданы. Ол кісі айтып отыр, мен
бұл жаңағы форумнан мына қайта өңдеуге көңіл бөлеміз деп жатыр ғой, өнімді қайта өңдеуге. Бұл форумнан түйгенім, мен енді жаңа чипсы жасауым керек дейді. Соған ұмтылуым керек. Мен картоп өндіретін өнім жоғары. Жаңа фри өндіруім керек дейді соған. Соған бөлінетін мемлекеттің жаңа қолдауы да әжептәуір екен. Мен соны біліп қайттым бүгінгі форумнан деп отыр да. Сіз осы бағытта өзіңізге қандай да бір идея, қандай да бір жаңағыдай бағдар ала алдыңыз ба? Мен сізге қазір айтып отырмын ғой, соны дамытсаңыз. Прямой өтсе сағаннан гөрі соны өңдеп сөйтіп сатқан бізге удобно екен да. Негізінде әр кәсіпорын, әр қажетін жұмыс істейді ол жерде, жұмыс жүреді. Одан кейін балық шаруашылығына қатты көңілім кетіп жатыр да мен негізінде. Осы мен түсінгенім бүгін форумда қарап, енді біз енді шариғатта да бар ғой, негізі ел көру керек, жер көру керек дейді да. Сонда сенің тәжірибең көбейеді дейді. Енді бүкіл біраз елдерде болдық, көрдік. Бүгінгі форум маған әсер берді да. Шын жұмыс істесең, еңбек етсең, сол еңбегің жемісі алдына келетінде ше. Енді қазір бүкіл қиыншылықтан біраздан өттік қой енді, Алланың қалауымен. Енді сол қойымызды, сол шаруашылығымызды бір шетке қойсақ, бір неге жолға қойып, соны екінші өнеркәсіпке ауыстырсақ па деген жандайдай өндіретін. Бізде жер бар, мемлекеттің қолдауы келіп жатыр. Мысалы, Аллаға шүкір, әкімшілікке барасың, ана кәсіпкерлік палатасына барасың да, қандай бағытты айтсаң, сол бағытқа қарай олар әрекет жасап жұмыс істеп береді да. Қайын балық шаруашылығымен айналысам десем, жер тауып беріп жатыр да бізге ше. Мына жерден ашыңыз, инвестиция құйсаңыз, біз көмектесеміз деп жатыр да. Балыққа да субсидия бар ғой. Балыққа субсидия береді да. Жақсы беріледі. Оған да шүкір деп жатырмын да ше. Енді істеймін деген адамға негізі ше, мемлекеттен де бар жерден қолдау бар ғой. Енді осы форум маған әсер берді да. Құдай қаласа 2 жыл қызмет жасап, сол жерде жаңа айтып отырған, мынандай өнеркәсіптің басшысы, төрағасы, мынандай өнеркәсіптің басшысы, бір кәсіп ашу керек тұр ғой. Ел жұмыс істейтін, ел қызығатын да. Сөйтіп, соны осы трибунада көрсетуге бізге әрекет жасау керек та, жұмыс істеуге жұмысты. Елге қызмет істеу керек та. Сосын байқадыңыз ба, бүгінгі форумда, енді форум жайлы айтып отырмыз ғой, маған бір ерекше әсер еткен жайт, мына қарапайым табыншы, малшы, бақташы, сауыншы, лаборант деген жаңағыдай еңбек иелері көбейленді да, былайша айтқанда. Бұған дейін сол кісілер бір тасада қалып бара жататын, қалып қоятын үнемі. Осы жағы қатты әсер етті да маған. Маған өте ұнады ше, дегенде лаборант, сауыншы, шопан дегендер адам баяғыда елемейді деді ғой міне. Солардың жылы болатын. Барлық жағынан қамту, қызықтыру. Мысалы, соны көрген адам ертең қызығады да, мысалы. Біз жаңағыдай өзімізден үлкен кісілерді көріп, қанша еңбектерін көріп қызық тұр ғой, мысалы, мынандай ет комбинаты бар, мынандай несі, картошка несі деп айтып жатыр, көрдіңіз ғой. Біз де бір кәсіптің иесі болуымыз керек та. Қазір жаңа қой тұқымын авторымыз ғой. Аллаға шүкір. Ол да тарихта қалатын нәрсе да негізінде ше. Ал енді соны ары қарай дамытып, тоқтамау керек тұр ғой негізінде. Сосын енді президент жаңағыдай бірінші, екінші, үшінші деп әр мәселеге жеке-жеке тоқталды емес пе жаңағы жоспарға. Бұл ретте ауыл шаруашылығын қаржыландыру деңгейі соңғы жылда болмаған көрсеткішке жетті. Ол 1 триллион шамасында ақша осы агросекторға бағытталады деді. Енді мысалы өзіңізді айтып отырсыз, 2 жылдай жаңағы несие алмаған ма деп. Енді алдағы уақытта белгілі бір деңгейде жаңағы жұмыс, жаңа жоспар, жаңа бағыт дамытам деп отырсыз. Осы уақытта, осы орайда мысалы мына аграрлық несие корпорациясы болсын, басқа да қаржы институттары болсын, солармен жаңағыдай қызмет істеп, бір бағытта жаңағыдай қаржылай көмекке, қаржылай қолдауға жүгінуге қалай қарайсыз? Енді ол осы жұмыстың бәрін сол жеңіл пайызбен ақша алып дамытты қой. Енді қой шаруашылығында қатты ақша жоқ та негізінде. Қой деген 1 жылда бір өнім береді нәрсе негізінде. 1 жылда бір өнім береді. Ал осы бағдарламалар бізге негізі көп поддержка болып тұр ғой негізінде. Қазір енді балықты өзім ойым алып тұрғанда ол негізі Алла қаласа. Балыққа да жақсы көмек беріледі деген да. Әрдайым бұл жеңілдетілген пайызбен біз үзілмейміз ешқашан. Неге десең, өсем деген адам барлығы сол жерден ақша алады. Не бағытқа алғың келеді мысалы? Сол бағытқа жұмсасаң, заңда да бар нәрсе негізінде. Көп адамдар негізі кредит жаман дей береді да. Кредит жаман емес. Кредит алған кезде қандай бағытқа алдың?
сол бағытқа жұмыс жасасаң жақсы да ол. Алады, той жасап кетеді, машина алып кетеді, төлейтін уақыт емдеге болып қалады мысалы ше. 2 жыл каникулын беріп жатыр да қазір. Өте керемет емес. 2 жыл тракторды 2 жыл берді. Каникулмен 2 жыл, биыл төлемейсің, келесі жыл төлейсің да. Ол мүмкіндік қой негізі шаруалардың барлығында да. Ертең енді жылдың соңы ғой енді не болса да көктемде басталады ғой, соға же бір ой түйіп 100 миллион ба 200 миллион ба анау мен істейтін жобама қандай сумма кетеді, соны сұраймын. Сонымен жұмыс істейміз. Облыс әкіміне барамыз, Алла қаласа. Уже барып көктемде бір жақсы іс бастайтынға ниеттеніп отырмын ғой. Тамаша. Осы көктемде мына аграрлық несие корпорациясының кең дала деген бағдарламасы бойынша біз шаруалардың жаңағы жұмысымен танысқан болатынбыз. Әрі осы кең дала бойынша жұмыс істеп отқан шаруашылықтардың жаңағыдай көктемгі егін жұмыстарын көрген болатынбыз бар. Осы ретте мысалы бір шаруа айтады бізге, жаңағыдай кең дала бойынша мәселен мемлекет маған қаржы береді дейді. Бірақ мақсатты да ол қаржы нақты егін егуге, немесе жаңағы айналым қаражатын толықтыруға. Ол кісі айтады, ол дұрыс емес дейді. Неге? Өйткені мен өзім білуім керек қаражатты қалай жұмсауым керегімді дейді. Мәселен мен жаңағы алқаптарымды Геленвагенмен аралағым келеді шығар дейді да. Өйткені төлейтін мен ғой дейді. Сіз осыған қатысты қандай ой айтар едіңіз? Енді мен осы бағыт бойынша кредитті өте көп алған адаммын негізінде. Бірақ мен алған кезде кредиттен мен негізі заңнан да қорқатын адамда жұмыс істегенде таза істеген жақсы. Яғни мақсатты болу керек дейсіз ғой, иә? Мен мына стаканды шығару керек болсам, ақшасын тек осыған жұмсайтын адамда, өйткені оның қайтарым болады ше. А бізге субсидия береді малға ше. 4 теңге қайтарымсыз жем шөп шопандардың ақшасына әр қой басы 4 теңгеден береді. Ал сол ақшаны алсақ біз алаң шығаратамыз да, ол қайтарымсыз ақша. Ал жеңілдетілген пайызбен ақша ғана екен ол. 1 жыл, 2 жыл деген көзді ашып жұмыс өтеді ғой. Одан қайтарым болады, қалай төлейсің оны? Геленвагенмен алдың мысалы. Оны бір баллон сатып төлемейсің ғой. Сол үшін соны алғаннан кейін соның жемісімен төлейін деген адамда жоспар болу керек. Негізі қандай мен өзімде бала шағама постоянно айтып отырамын, не істесеңдер де жоспар құрыңдар, мақсат құрыңдар, арман құрыңдар. Арман, мақсат жақсылыққа жетелейді дейді негізінде. Осы нәрсенің барлығы мысалы 2006-2007 жылда дым жоқ еді ғой бізде, біреудің қойын баған азаматтығымызда. Алланың қалауымен бүгін Астананың төрінде сіздерге сұхбат беріп отырық қой. Ол бір Алла деген осы еңбектің мал шаруашылығының арқасы деп ойлаймын өзім. Күніге шүкіршілік етемін да. Тәубе етемін осы күнімізге негізінде ше. Ол жаңағыдай кредит алып, Геленваген бағам дейтіндер дұрыс емес та. Бидайға ма алсын, ексін, 4-5 ай сабыр етсе, соны өнімі шықпай ма? Соған алсын дейсің да, алсын. Зато жұмыс жүреді. Ол кредит төлеу деген ол бір жүрек аурудың бір түрі болса негізінде. Иә, дұрыс. Дұрыс бағытқа жұмыс істеген адам көрді, қанша телевидениеміз барды, тексерді. Одан кейін көп маған келіп тұрады. Облысқа келеді ғой, жаңағыдай агрокредиттен келеді, анаяқтан келеді, мынаяқтан келген кезде жаңа шаруа тексереміз дейді. Кесін демейді. Өйткені менде фактически бәрі бар. Бәрі жұмыс жасалып жатыр. Келеді, көреді, риза болады. Мен осындай жұмыс істеген адамдарды жақсы көреміз дейді ше. Қолымызды алып рахмет айтып кетеді. Мен ешкімнен қорықпаймын, бәрін шақырамын. Кей кезде звондап қалатындар болады, аға сіздің қораңызға апарып болмайды, әкеліп енді есік ашып. Қай бағытта болса да, бар бағытта. Одан учетный нөмір деген нәрсе бар бізде. Солтүстікке субсидияламай жатыр. Учетный нөмір деген проблема болып кетті, неғып проблема болып кетті, ол десем қора дейді. Менде қора бәрі шаруашылық атында. Жұмыс істеп тұр, действующий налог төленіп жатыр. 20 шақты жұмысшым бар өзімнің. Бәріне айлық төленіп жатыр. Келді 10 минут учетный нөмір жазып берді да. Ол мемлекет ақымақ емес қой. Жұмыс істеп жатсың ба, еңбегін бағалайды, документіңді қарайды, бәріне сәйкес келе ма, туралап береді ғой. Ойда заңсыздық ештеңе жоқ та барлығы. Бәрі заңды болған нәрсе, жұмыс жүре береді әрі. Кенжеке, енді жақсы әңгіме болды бүгін. Сондықтан осы хабарымызды көріп отқан қауым болса, осы қой шаруашылығына қызығушылық танытып отқан адамдар болса, мәселен жаңағы байсарын өзімен айналсам деген сондай бір құмарлығы оянып отқан адамдар болса, бізді көріп отқан соларға кеңес ретінде айтып кетсеңіз, мысалы шаруашылыққа қалай келуге болады, жаңағы тұқымды қайдан алуға болады деген сияқты, иә, және неге көңіл бөлу керек? Ал мынау құрметті көрермендер, қызығушы кәсіпкерлер, бұл мал шаруашылық деген негізінде көп еңбек талап ететін шаруашылық. Бұл жерде ең бірінші қызығушылық керек адамда. Өзінде жылан дейді ғой. Қызығушылық керек, одан кейін төзім деген нәрсе керек. Одан кейін дұрыс бағытта жұмыс істеу керек. Мысалы бізден 24-те 7 ғой біздің
звондасын, дұрыс бағыт айтамыз. Қанша адамдар рахмет айтқан жерлер бар. Дұрыс қой таңдау керек. Оған дұрыс қошқар салу керек. Шамалы күтім керек оған. Бір жыл күтіп, бір ілініп алатын болса, бір нанын жеген адам ешқашан қоймайды, өзіңіз білесіз ғой. Мен негізі қай кәсіпте болса да қызығушылық керек деп ойлаймын деші. Қазір бір адамға бар 500 қойды апарып бересіз бар ғой, ол оны түсінбейтін болса бар ғой, ана 500 қойды 2 жылда тосады ғой негізінде. Ал біз сияқты өз қызығып, өз ізденіп, сол саланы жақсы көрген адамға бар емес па? Алла бере береді өзі. Өз береді, өз әкеледі, одан кейін өз танысып, білісіп, сапасын торлау керек қой негізінде. Сапасын торласа, арқа жұмыс жүреді негізі. Ал бізден кеңес сұрайтын болса, есігіміз ашық, хабарласын. Әрдайым жақсы пікірде, жақсы ойда, жақсы бағытта насихат беруге, көмек беруге, даже барып қораларын қалай соғу керек деп, өйткені қызығамыз, өзіміз жақсы көреміз. Еңбекқор адамдардың негізінде осындай мал шаруашылығымен айналысып жатқан азаматтарды өте жақсы көреміз. Бүгін форумда не деген жігіттер келіп, Кенжеғали деп суретке түсіп жатыр. Қаламақта келіңіздер, есік ашық, танысамыз деп айтып отырмыз. Ол бағалаймыз ғой еңбектің барлығын. Тамаша. Олай болса, Кенжеғали мырза, сізге алтын уақытыңызды бөліп, осы аграрлық несие корпорациясының студиясына арнайы ат басын бұрып, жаңағы құнды пікірлеріңізбен, өз тәжірибеңізбен бөліскеніңізге зор алғыс айтамыз. Көп рахмет сізге. Алдағы еңбектеріңізге сәттілік тілейміз. Алла разы болсын. Жақсы. Қадірменді көрермен қауым, осымен бүгінгі әңгімеміз аяқталды. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.